Mına жерде айтады, берілген f от x көп мүшенің рационал түбірлері болуы мүмкін сандарды жазыңыз дейді. Мен бос мүшеге қараймын. Оның бөлгіштерін қараймын. Ол плюс минус 1, плюс минус 2, плюс минус 5 и плюс минус 10. Енді бұны жаздыңдар ма? Енді алдындағы бас мүшенің алдындағы коэффициентке қараймын. Оның коэффициенткі плюс минус 1, плюс минус 3. Бұл не істейді? Бұны мына бірді мынаның бәріне бөліп шығамыз. Бөлгіш. Бірақ бөлсек бәрібір өзі шығады да, сондықтан мынау бөлгіштер болып қала береді. Потом плюс минус 3-ті қойсақ, оның бөлгіштері ары қарай жалғастырамыз. 10-кі болды. Енді мына көп мүшенің бөлгіштері сонда плюс минус 1, плюс минус 2, плюс минус 5, плюс минус 10. Енді 3-ке бөлсек плюс минус 3-тен 1, плюс минус 3-тен 2, плюс минус 3-тен 5, плюс минус 3-тен 10 болады да. Осының бәрін мынаға қойып, осының потенциально мынаның түбірлері болуы мүмкін. Біз бірді апарып қоямыз. Бірінші безу теоремасы бойынша бірді апарып қойсақ, мысалға, онда 3 минус 10 минус 27 плюс 10 шықты, тең мынаумен қысарып кетеді, минус 24 шықты. Значит, x минус 1-ге мына көп мүше бөлінбейді деген сөз. Қалдық, өйткені минус 24 шықты. Соң кейін минус 1-ді қойып көреміз, соны қойып көреміз. Сол кезде қайсысы 0 шығады, соған қалдық бөлінеді. Бірақ мына жерде бір қулық тұр. Басында қарасыңдар, x плюс 2-ге бөлінетінін көрсет деп тұр. Көбейткіші болады деген сөз. Мынандай көбейткіш болады деген сөз. Мына жерде қалдық жоқ болып тұр, 0 болып тұр. Әпсемлерде rx тұру керек болатын ғой. Сол жоқ болып тұр. rx. Сондықтан мынаны біліп қойдық. Значит, бұл минус 2-ге бөлінеді деген сөз. Түбірі минус 2 болады деген сөз. 3х куб минус 10х квадрат минус 27х плюс 10. Осыны х плюс 2-ге бөлсек, 3х квадраттан берсем 3х куб плюс 6х квадрат. Алып тастасақ минус 16х квадрат шығады. Минус 27х. Минус 16х-тан берсек минус 16х квадрат. Минус 32х. Алып тастасақ мына жерде 5х қалады. Плюс 10 түсті. Значит, плюс 5-тен берсек 5х плюс 10 болады да, алып тастасақ 0 шығады. Немесе бұны горнермен тексерсеңдер, горнермен. Мына жерде бізде біріншісі бас мүшеде 3 тұр, потом минус 10 тұр, одан кейін минус 27 тұр, одан кейін плюс 10 тұр. Нарада x плюс 2 болып тұр. Мынаның түбірі, значит, x плюс 2-ні тең 0 десек, x тең минус 2 болады. Минус 2-ні нараға жазып қойыңдар. 3 сразу горнердан мында түседі. Мына екеуін көбейтсек минус 6 болады. Қоссақ минус 16. Көбейтсек плюс 32 болады. Қоссақ 5 болады. Көбейтсек минус 10 болады. Қоссақ 0 болады. Значит, мынау 3х квадрат минус 16х плюс 5 шықты. Көрдіңдер ме? Мынау шықты. Горнерде де қалдық, тоже 0 шықты міне. Немесе безумен тексерсек, мынау көрсеткіші болатын көрсетіңіз дейді. Безуді минус 2-нан бәріне қойып шықсақ, 3х квадрат минус 10х квадрат, куб екен ғой. Минус 27х плюс 10. Енді f от минус 2-ні қойсақ, 3 көбейтілген минус 8, минус 10 көбейтілген минус 2-ның квадраты 4, минус 27 көбейтілген минус 2, плюс 10. Нардан шығады минус 24, мына жерде минус 40, нарда
плюс 54 плюс 10. Ne болады? 64. Ne болады? Минус 64. 0 шықты. Сонда A'ны, B'ны, C'ны тап десе, A бізде 3 болып тұр. Б бізде минус 16 болып тұр. С бізде 5 болып тұр. Мына жерде де көрініп тұр. 3 минус 16 5 деген. Сонда біз бөлінетінін тексердік. Мен 3 жолында көрсеттім. Тек қана бір-ақ жол, екі-ақ жол жететін болады. Мысалы, горнермен шығарсаң да А, Б, С табылады. Бұрыштап бөлсек те табылады. Безуда тек қана бөліне ме, бөлінбей ме, соны көрсету үшін ғана.